Құрметті достар, Астана жағалайық жобасының кезекті шығарылымын Астана қаласының жақында ғана бір жасқа толған Арбатынан бастаймыз. 2017 жылдың 10 маусымында ашылған қалалық Арбат бір жылдық мерзімнің ішінде көптеген қалалық іс-шаралардың өтуіне өз үлесін қосты. Кетіп па? Қала тұрғындары мен қала қонақтарының серуендейтін ең сүйікті жерлердің біріне айналған Арбат жыл сайын өзінің жандануымен тұрғындарды, келушілерді қуантуда. Мына кезде үндемейді екен. Отырамда, сөйтіп аплодирует етем ғой. Ризам дейді да, өтіп кетем. Олай болса, елордамыздың көрікті энтузиазм мен творчествоға толы Арбатымен жақынырақ танысайық, бірге Арбатта жағалайық. Сен маған жақындайсың, либо зуммен, либо өзің камерамен ше, қатты жақындайсың да, сосын мен жай кеттік деп айтам. Сөйт, бастайық. Елбасымыздың өзі серуендеген Арбатта жылдың кез келген мезгілінде әртүрлі өнер иелері өздерінің таланттарымен халықтың назарына бөлінуде. Бұл жақта музыкалық, сурет тіпті қол өнер әлеміне де саяхат жасауға болады. Шабытқа толы қалалық Арбат сіздерді өз қызықтарымен таң қалдырудан жалықпайды. Кенесары көшесінің бойымен жағалап келе жатқан кезде Арбатқа кіретін кіреберісте осындай әдемі диод жарықтарымен сәнделген арканы байқайсыздар. Арбат Астана қаласының экс-әкімі Әсет Өрентайұлы мырзаның бастамасымен құрылған болатын. Жалпы Арбаттың басты мақсаты еліміздің ертеңі мен бүгінін көрсетіп, ұлтаралық бейбітшілік пен келісімді нығайтып, еліміздің өскелең ұрпағының, қазақ халқының тарихы мен салт дәстүрлеріне қызығушылық ояту. Арбатта 14 жарты киіз үй орнатылған. Олардың әр қайсысында шеберханалар мен қол өнер лавкалары орын табады. Және Астана қаласының 20 жылдығына орай металдан жасалған 5 декоративті ерекше шамдар орнатылды. Ерекшелігі бұл шамдар музыкалық аспапта ойнап тұрған музыканттар секілді. Арбаттың тең жарты бөлігі осындай керемет диод шамдарымен жабдықталған. Бұл жерде нағыз романтикалық көңіл күй сезіледі. Өзіңнің сүйіктіңмен осы жерге келіп қыдырғың келіп тұрады кәдімгідей. Мен де барып шақырып келейін.
Мен отырған тақ «Игра престолов» фильміндегі танымалы тақтың дәл өзі секілді. Керемет туынды. Мынаны жасауға менің ойымша үлкен сабырлық пен керемет идея керек. Қаншама қылыштардан, темірлерден жасалған. Бұл жерде тек қана серуендеп қоймай, балаларға арналған ойнайтын алаң және де дене шынықтыруға болатын керемет орын бар. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде немесе кешке келіп, денеңізді шынықтырып алсаңыз болады. Керемет Арбаттың дәл жанында орналасқан, ең бастысы тегін әрі оңай. Қыстың күні шаңғы тебуге баратын болсаңыз, бірінші осы жерде денеңізді шынықтырып алыңыз. Одан кейін барып, аттанып кетсеңіз болады. Керемет, мына жаттығу орнында 2 адам бірден жаттығу жасаса болады екен. Жыл мезгіліне қарамастан келушілер саны азаймайтын Арбаттың қонақтары сәулет өнерінің кереметтілігінде байқай алады. Оның бірі менің жанымда тұрған әлемге әйгілі Beatles тобының ескерткіші. Менің артында тұрған Кенесары ханның ескерткіші. Астана қаласының ең көрікті жерлерінің бірі Есір өзенінің жағалауында орналасқан. 2001 жылы 11 мамырда ашылған Кенесары ханның ескерткішінің мүсіншілері Нұрлан Далбай мен белгілі сәулетші Шота Уәлиханов. Ескерткіштің жалпы биіктігі 11 метр. Оның қоладан құйылған бейнесі 6 метрді, ал гранит тұғырының биіктігі 5 метрді құрайды. Негізі жаздың немесе көктем мезгілінде бұл жерде жағалауда Арбаттың бойында орталық саябақта жастардың ең көп шоғырланатын жері. Бұл жерде көптеген жас таланттар, өнерпаздар келіп, жастар топталып жиналып ән шырқайды. Бишілер өзара бимен жарысады. Отбасы болып жиналып келіп балмұздақ жеп, өзінің жан қалауының жан рахатына келіп демалып кетеді. Бұл жерде не қалайсыз барлығы бар. Өте керемет жер. Менің ойымша Астана қаласының жастары ауаның суығына қарамастан өздерінің сүйіктілерімен бұл жерде серуендеуден жалықпайды. Өйткені бұл жердің аурасы мен кереметтілігі өзін әрқашанда баурап алады. Біз де серуендеп қайтайық. Астана қаласы әлемдегі ең жас, ең дамыған, ең көрікті астаналардың бірі. Биыл елордамызға нақ 20 жыл. Жас болғанымен жеткен жетістіктері өте көп. Құрметті достар, дәл осы жерде, дәл мына кассадан өзіңізге арнайы билет сатып алып, жалдамалы қайыққа отырып, Есілдің бойымен Ақорданың тұсына дейін арнайы серуендеп қайтсаңыз болады. Ал қыс мезгілінде
бұл Есіл өзенінің үсті түгел үлкен мұз айдын айналады. Бұл жерге көптеген отбасылар, жастар, барлық Астана тұрғындары жиналып, қыстың күні керемет көңіл көтереді. Шаңғы тебеді, коньки тебеді, жалпы айтқанда, бұл жер үлкен ойын-сауық орталығының біріне айналады десек те артық айтпайтын шығармыз. Не істеп отырсың? Ау, Не істеп отырсың? есіме алып отырмын. Нені? Қызыммен бірінші осы жерде танысқам ғой. Түсіп кетті. Қызымен танысқаның есіңе түсіп кетті ма или? Не айттың? Не істеп отырсың? Ал біз қазір осы жағалауда серуендеп жүрген тұрғындардан сұхбат алайық. Серікке сүріп жатыр екен, кәкіше тұрайық. Мінекей осы жерге келіп, күшті әдемі көпірдің бойында естелікке суретке түсіп жатыр. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Астананы жағалайық жобасы. Бір-екі сұрақ қойсам, рұқсат болса. Осы жағалауда жиі қыдырып тұрасыз ба? Иә, жиі күнара келіп тұрамыз. Күнара, иә? Қай мезгілде сізде көбірек ұнайды? Әрине күн жылы кезде, жазда, күзде көктемде ұнайды, қыста кішкене салқындау. Жаздың күндері кіммен келіп тұрасыз? Күн жылы кезде. Отбасыммен. Қай жағынан ұнайды? Қалай есте қалады сізде? Қаншалықты көп келесіз? Несімен ұнайды? Бұл жерде біріншіден адамдардың көптігімен қызықты, кішкене балдардың болса ойнатуға алып келуге болады, үлкендер болса таза ауамен серуендеп қайтуға болады. Барлығы бар. Егер де өзіңіз сізге мүмкіншілік берілсе, осы жағалауда өзіңіз қалаған бір жаңалық енгізу керек десеңіз, қандай жаңалық енгізер едіңіз? Ойыңызша. Мен осы жерде мынандай болған қалар едім. Жылы үйшік емес? Жылы мынандай бір нәрселер. Астананы жағалайық жобасы міндетті түрде YouTube-тан тамашаласаңыз болады. Көп рахмет, сау болыңыз. Әрі қарай кет. Құрметті достар, дәл осы көпір ескі қала мен жаңа қаланы байланыстыратын ең әдемі көпір. Дәл осы көпірмен өтіп бара жатсаңыздар, орталық саябаққа бірден өтіп кете аласыздар. Қазір біз орталық саябаққа қарай барамыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Керемет идеямен жасалған. Жаз мезгілінің айларында демалыс күндері менің артымда тұрған фонтанның көмегімен іске асатын керемет, әдемі, ерекше лазерлік шоуды байқай аласыздар. жылы Сочи қаласында өткен «Хрустальное колесо» ойын-сауық және демалыс индустриясындағы ең үздіктерді анықтайтын байқауда елордамыздағы саябақ ең үздік ашық саябақ номинациясын жеңіп алған болатын. Ендеше, құрметті достар, сіздерге Астана қаласының орталық саябағын жақынырақ таныстырайын.
Астана қаласының саябағы Арбатпен жағалаудан алыс емес жерде орналасқан. Орталық саябақ пен жағалауды бөліп тұрған тек қана ерке есіл ғана. Құрметті достар, құрметті қазақстандықтар, егер де Астана қаласына келетін болсаңыздар, осы орталық саябаққа міндетті түрде келіңіздер. Өйткені бұл жерде ұмытылмас керемет демалыстан әсер алып кетесіздер. Барлықтарыңызды осы саябақта күтетін боламыз. Бірге Астананы жағалайық.